Ал қыздар, біздің келесі пісіретін пирогымыз банафипай. Қазіргі хит пирогтардың бірі. Банафипай өте бұның начинкасымен керемет тәтті болады. Бұл жерде онменен разрыхлительді ғана бір араластырамыз да, ал бөлек ыдысқа бір жұмыртқа және бір жұмыртқаның тек қана сарысы қыздар, жылтоғын ғана қосамыз. Осы бір жұмыртқа және бір жылтоққа сары майды және сахарная пудраны біріктіріп аламыз. Сары майымыз комнатный температурада болу керек. Бөлме температурасындағы сары майды, бір жұмыртқа және бір жұмыртқаның сарысы, сахарная пудра бәрін қосып араластырып аламыз да бөлек ыдыста. Онымызға қопсытқышты салып, соны біріктіріп қамыр жасап аламыз қыздар. Мінекей қыздар, онымызға қопсытқышты араластырып, жаңағы қоспамызды қосамыз. Яғни бір жұмыртқаның сарысы, сахарная пудра және бөлме температурасындағы сапалы сары майымызды біріктіріп алып, осы онменен қопсытқышқа салып, нәзік қамыр енеміз қыздар. Бұл да тоңазытқышта міндетті түрде тұру керек қыздар. Мінекей қыздар, банафипай пирогымыздың қамыры дайын болды. Оны мынандай полиэтилен пакетке салып, тоңазытқышқа ұстаймыз. Барлық қамырларыңызды осындай полиэтилен пакетке салып сақтайсыздар қыздар. Қамырымызды шамалы уақыт тоңазытқышта ұстаған соң, оны енді жайып пісіруге кірісеміз. Банафипайды мен думалақ формада жасаймын. Осылай әдемірек көрінеді. Және банафипайды микс пирогқа қосуға келмейді. Өйткені ол біріншіден тортқа ұқсайды, және ол әрі пирог, әрі десерт ретінде жүреді. Осылай думалақ етіп жайып аламын да, формаға орналастырып, бортиктерін бәрін, шет-шетін бәрін бірдей етіп салып шығамын. Формаға демлеп саламын, және бұл қамыр қалыңдау болады, өйткені начинкасы ішінде жібіп, қамырды ертіп жіберуі мүмкін. Сондықтан бұл қалыңдау болады. Менің формамның диаметрі 24 см қыздар. Және бұл арасы дұрыс пісу үшін вилкамен тесіп қойыңыз. Духовкада 170-180 градуста 15-20 минут піскенше салып аламыз. Ал біздің пирогымыз піскенше оның начинкасын, кремін дайындаймыз. Креміне сливки мен сахарный пудраны бірінші жай жылдамдықтан бастап, кейінен жылдамдықты асыра отырып, бір текті масса крем дайындап аламыз. Сливки қыздар кемі 33% болсын, 33-35% сливкиді қолданыңыздар, және ол мұздай болу керек. Насадка болса насадкамен, насадка болмаса жай ғана кондитерский мешоктың бетін кесіп салсаңыздар болады. Міне дайын болған қамырдың бетіне варенка сгущенкасын немесе карамель қолдансаңыз болады. Бірақ маған карамельге қарағанда варенка ұнайды, өйткені бананмен дәмі жақсы үйлеседі осы варенканың. Ал карамель кішкене маған бір тықыр дейма, қандай дәм беретін сияқты. Енді карамельдің сгущенканың бетіне банандарды орналастырып шығамыз. Менде 2 банан кетті. Оны өзіңіздің пирогыңыздың көлеміне қарай, және бананның қалыңдығына қарай салып шығасыз. Және осылай кремді бетіне толық салып шығасыз. Кремді гүлді насадкамен, басқа формадағы насадкамен істесеңіз де болады. Оны өз қалауыңызша жасайсыз. Және мен бұл пирогты әрлеуге какаоны қолдандым. Кішкене какаоны бетіне сеуіп қоямын. Ол да бір ерекше әсемдік сыйлайды. Және бұл какао торттың, пирогымыздың дәмін аса қатты құртпайды қыздар. Бұны десерт ретінде немесе туған күнге торттың орнына қолдануға болады. Мен өзім қазір торттың орнына осындай десерттерді қолданамын.